Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Күзгі маусымда ауа райының құбылмалылығы сақталып, жаңбыр жиі жауады. Екпінді жел үдей түскенімен мамандар нақ осы күз айларында жеміс ағаштарын отырғызуға кеңес береді. Оның құпиясы да қарапайым, күзде ағаштар ерте көктемде отырғызғаннан гөрі жақсы орнығып кетеді екен. Сондай-ақ күзгі маусымда бау-бақша өсірушілер жерді нәрлендіру және тыңайтқыштармен қоректендіруге білек сыбана кіріседі. Неліктен ағашты күзде отырғызған жақсырақ? Бұл тақырып туралы біз ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты агроном Самалбек Қосановпен сұхбаттаспақпыз. Самалбек мырза, студия төріміне қош келдіңіз. Жеміс және өзге де декоративті ағаштарды күзгі маусымда отырғызудың артықшылықтары қандай? Жалпы неліктен ағашты күзде отырғызған жөн? Осы жөнінде айта өтсеңіз. Қайырлы күн. Негізінен ағаштарды, ол жеміс ағаштары болсын, сәндік екпе ағаштары болсын, өзі екі маусымда отырғызылады, күзгі және көктемгі деп бөлінеді. Енді негізінен бұлардың арасында бір қатып қалған шекара жоқ, немесе күзде отырғызу, немесе көктемде отырғызу деген сияқты. Себебі ол сол аймақтың сол климат топырақтық жағдайына байланысты болады. Мысалға біз көп жағдайда ағаштарды күзде отырғызамыз. Себебі күзде отырғызған кезде біздегі күзде отырғызған ағаштар көктемге дейін қыстап, жаңағыдай жерсініп, жаңағыдай адаптациядан өтіп, сосын көктемде, ерте көктемде көктеуге бірден дайын болады. Себебі ол күз бойы осы тамыр аймақтары сол топыраққа бейімделіп, ол өзіне оптимальды жағдай туған кезде бірден көктеп шығуға икемді болады. Ал егерде біз көктемде отырғызатын болсақ, ол ағаштарды, оларды біз көктеуін күтуімізге тура келеді, біраз уақыт өтіп кетеді. Оны алмастырып үлгере алмай қаламыз. Сондықтан қазіргі кезде енді алда осы бір айдан кейін бізде жаппай осы күзгі ағаш отырғызу маусымы басталады. Біз қазір соған дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біздің аймақ үшін біз көп жағдайда әсіресе мынау сәндік екпе ағаштар мен жеміс ағаштарын өсіруге осы күз маусымын біз ұсынамыз. Жалпы енді қандай ағаштар мен бұталарды отырғызған жөн? Енді онда да бұл жерде де қандай ағаштар деген кезде өз ағаштар өзі жаңағы айтқандай жеміс ағаштары және сәндік екпе ағаштары болып бөлінеді. Оның барлығы қатып қалған жаңағыдай тағы да арасында меже жоқ. Жеміс ағаштарында күзде отырғызу. Енді бұл жерде ескеретін бір мәселе, көп жағдайда біз осы уақытқа дейін жаңағы жалпы ағаштар өзі жалаң тамырлы және де жаңағы жабық тамыр жүйесімен болып келеді. Сондықтан көп жағдайда біз осы жабық тамыр жүйесімен ағаштарды өсіруді ұсынамыз. Себебі ол мысалға сол өзінің орысша ком деп айтылады. Коммен бірге келген кезде ол күзде егілген ағаш көктемде сол жерде әрі қарай осы біздің жергілікті топыраққа тамырлары бекіну үшін өте қолайлы жағдайлар, оптималды жағдайлар туғызады. Жалпы енді бұл маусымда қандай ағаштар жерсінбейді? Жалпы салқын ауа райын ұната бермейтін, бұл маусымда отырғызуға болмайтын қандай жеміс ағаштар бар? Бұл жерде мынандай ағашты өсіруге болмайды деген қағида тағы да жоқ, қайталап айтайын. Бұл барлық ағаштарды енді біздің атам қазақтың мақалы бар ғой, қалауын тапсаң қар жанады дейді. Сол сияқты біз жалпы бір мәселені біз түсінуіміз керек. Мынау жалпы тұрғындар болсын, жалпы ағаш, тал өсірілетін ол тірі ағза. Адам сияқты, жануарлар сияқты, ол тірі ағза екендігін біз естен шығармауымыз керек. Сондықтан соған сәйкесінше сол тірі ағзаға қажетті жағдайлар жасауымыз. Ол қажетті ол жерде оған керегі мәселе қоректік заттарды. Енді ол қоректік заттарды уақытылы беру және де оның жалпы былай айтқан кезде ағаштар, талдарда ол өзінің ауруын немесе өзінің нашар сезініп тұрғаны туралы ол бізге сигнал бере алады. Біз сол сигналды қабылдау арқылы біз соған тиісті сәйкесінше біз әрекет етіп отыруымыз керек. Бізде көп жағдайда қиыншылыққа тап болып жатқанымыз осы мәселені көп жұрт ұмытып қалдырады да. Бір ағашқа бір ектік болды, немесе күзде отырғызған дұрыс, көктемде отырғызған дұрыс деген сияқты бір нелерді ойларына қойып алады. Ол негізі дұрыс емес. Жалпы ағаш отырғызатын кезде жергілікті, енді ол әдебиеттерде болсын, ғылыми неде дәлелденген. Ол жердің міндетті түрде топырақ жағдайы ескерілу керек. Мысалға, егер сәйкесінше, егер де сіздің осы ағашты отырғызайын деп жатқан жеріңіздің құнарлылығы төмен болатын болса, сіз алдын ала біліп тұрсыз ғой, көріп тұрсыз. Сондықтан сіз оған сәйкесінше, яғни оған қазатын шұңқырын шамалы кеңдеу қыласыз, жан-жағына жақсы құнарлы топырақтарды көбірек саласыз. Себебі анау ілініп негізі тамыр аймағы шыққан кезде өзі емізікшелері тамырдың соған бекіну үшін. Сондай жағдай болу керек. Ал беталды мысалға
жерді қазып немесе жаңағы 30 немесе 40 сантиметр қазып оны қайтадан өзінің топырағымен көміп тастау деген сияқты мәселелер ол дұрыс емес қағида. Негізінен енді біздің әсіресе осы біздің өңіріміз үшін, Қызылорда өңірі үшін бұл қазіргі жылдан жылға жақсы белең алып келе жатыр. Біз негізінен әлде де осы ғылыми негіздемелерге сүйенуіміз жағында бізде шамалы ақсап тұр. Сондықтан біз ғылыми сүйемелдеу жасауға, жаңағы айтуға біз дайынбыз. Жалпы енді күзгі ағаш отырғызу және оларды кесу ережелері қандай? Белгілі бір әдісін білмесек, жалпы ағаш жерсінбеуі мүмкін бе? Енді жалпы ағаштарды жаңа күтіп баптаудан бөлек кесу және пішіндеу деген термин бар бізде. Ол біздің жағдайда көп адамдар оны жасамайды. Мысалға, қорасына барсаң, оларға бізге жасыл болып өсіп тұрса болды деген сияқты бір түсініктер бар. Ал ол жақсы жеміс беру үшін, көп жеміс беру үшін, сапалы жеміс беру үшін ол міндетті түрде ағаш кесілу керек. Әсіресе жеміс ағаштары. Енді бәріне де бір сәндік екпе ағаштарын да кесуіміз керек. Бірақ әсіресе жеміс ағаштары, мысалға, ол сол неғұрлым бұтақтарының көптігіне байланысты оның соншалықты жемістерді ұстап тұру мүмкіншілігін азаяды. Егер де көп болатын болса бұталары, керексіз бұталар, яғни ол күштің барлығы басқа ағашқа кетіп қалады. Мысалға, содан келеді да, мысалға, ол көп жағдайда ол гүлдеп тұрған кезде гүлін жоғалтып алады, жақсы түйнектеп тұрған кезде, кішкентай сәл жел болған кезде ол түйнектерін тастап жібереді. Себебі оның әлі күші келмейді. Оны көп адамдар оны түсінбейді, ойбай, мына желдің кесірінен түсіп қалды дейді. Сондықтан бізде міндетті түрде кесу және пішіндеу біз міндетті түрде жасалу керек. Онсыз жақсы сапалы өнім алу мүмкін емес. Кесу ережелерін айта өтсеңіз. Кесу ережелері өзінің ғылыми негізделген кесу ережелері бар. Мысалға, ағашты, мысалға, кез келген ағашты жаңа штамп дейді, яғни оның жерден бұталға басталға дейінгі аралықты штамп деп аталады. Штамптан әрі қарай негізінен бір ағаштың бойында 5-6 жаңағы жанама бұтақтар болады да, қалған бұтақтардың барлығы кесіледі. Негізінен кесудің кезінде, мысалға, жаңағыдай санитарный обрезка деп жатады, жаңағы санитарлық кесу, немесе жаңағы тағы да жаңағы жемістердің мол болуына байланысты жақсы өнім беру үшін оның кесетін өзінің бұтақтары болады. Ол былай қараған кезде, егер де сәл үңіліп қарайтын болсақ, ол өз айтып тұрады. Мысалға, артық ағаштар, бір-біріне кедергі келтіріп тұрған ағаштар болады, немесе жаңағы жалпы мынау вертикальный дейді ғой, вертикальный өсіп тұрған ағаштардың барлығын, бұтақтардың барлығын біз кесуіміз керек. Енді сол сияқты, мысалға, жүзім мәселесінде де, мысалға, біздің жүзімде, Қызылорда облысындағы біздің жүзімдер, мысалға, өсіру қиын болады көбіне. Көрші облыстармен салыстырғанда, мысалға, Түркістан облысымен салыстырғанда, Қызылорда облысында өсірілетін жүзімдердің дәмділігі жөнінен ол өте керемет болады, жақсы болады. Бірақ бізде сол кесу және пішіндеу мәселесіне келген кезде ақсап қалып жатырмыз. Сондықтан оны осындай мәселеге қазір ден қоймасақ, ол келешекте жақсы өнім ала алмаймыз. Бірақ біз негізінен келешекте, жаңа осы сіздің сұрағыңызға орай, осындай пішіндеу және кесу мәселесін біз бірінші кезекке шығаруымыз. Күтіп баптау, екінші кезекке осы кесіп және пішіндеу деген мәселені біз шығаруымыз керек. Сонда ғана сіздің аулаңыздағы жеміс ағаштары болсын, сәндік ағаштарыңыз болсын, әдемі өсуге жағдай жасалынады. Яғни сізге қажетті, керекті бұтақтарын ғана қалдырасыз. Артық жаңағы нені қоректі қажет ететін ағаштардың, бұтақтардың барлығы қиылу керек. Ол міндетті қағидалардың бірі болу керек. Жаңа жүзім деп айта өттіңіз ғой, соның еккеннен бастапқы күтімі туралы айта өттіңіз. Өйткені бізде қазір байқасақ, жүзім еккен күйінше қалып қояды, өспей жатады. Оны көбісі бетін толықтай жауып тастау керек деп жатады. Кейбіреулері жоқ, оны ашып қою керек деп жатады. Осы жөнінде айта өтсеңіз. Жүзім, ол мысалы жаңа айтқандай, ол сол жерге егілетін жер таңдалу керек. Жүзім де өте былайынша бір жаңағы талғампаз нелердің бірі, дақылдардың, ағаштардың бірі. Жүзім кескеннен кейін, мысалға, ол қарасаңыздар, қораларда, мысалға, жүзімдердің сабақтары жуандап кетеді да, мысалға, көп жағдайда жұрттың барлық сол жуан сабақты жаңағы алмастыра алмайды. Жас сабақтарға, жас неге алмастырып отыру. Өзінде бұл жерде де бұның ғылыми негізделген өзінің кесудің өзінің ережелері бар. Соған сәйкес жүргізіп отырса, жаңағы сіз айтқан барлық нелердің алдын алуға болады. Бұл жаңа айтқандай жүзімге бір мысалға көп адамдар қорқады. Мысалға, қазір сіздің қолыңызға секатор беріп, сізді біз бақшаға кіргізетін болсақ, сіз қай неден бастарыңызды білмейсіз. Екіншіден, жаңа әдемі өсіп тұрған ағашты қиып тастағандай болып, сіз қорқасыз да. Бірақ біз мысалға егер кірген кезде, ол уже біз
басқаша көрінеді. Бізге басқаша көрінеді. Мысалы қай бұтақтың артық екендігін, жүзім ең ішіндегі былайша келген кезде жүзімді кесу ол өте оңай процесс. Жалпы енді күзде ағаштарды қай уақытқа дейін отырғызуға болады? Енді біз күзгі ағаштарды жалпы ұйқыға айтамыз, жапырақтан тастап, ағаштар жалаңаштанып, жерге әлі тоң қата қоймаған жағдайда біз уже ағаштарды отырғыза бастаймыз. Ол енді онда да бір қатып қалған қағидат жоқ. Егер де сіздің отырғызатын ағашыңыз өзі, жаңа айттым ғой, егер де ағаш жалаң тамырлы болатын болса, ешқандай несі жоқ, жалаң тамырлы болатын болса, ол шамалы қауіптірек. Егер де сіз жаңағыдай жабық тамырымен әкеліп отырғызатын болсаңыз, ол оның 99% ол жаңағы алып кетуге мүмкіншілігі жоғары болады. Енді өзіңіздің жұмысыңыз жөнінде сөз қозғайықшы, жалпы жылыжайда өсімдік өсірудің технологиялық талаптары жөнінде айта өтсеңіз. Енді бұл жылыжай шаруашылығы да біздің өңіріміз үшін бір үлкен бір өзекті мәселелердің бірі, себебі бір жұмыс істеп тұрған бір үлкен жылыжайлар өте аз бізде. Сондықтан оның да бір ерекшеліктері бар. Оған да сәл ғылыми негіздегі сүйене отырып, оны да жасауға болады. Ол да адамдардың қолынан келетін дүние. Біз де келешек осы жылыжай шаруашылығының және осы көкөніс, осы бақша, бақ өсіретіндердің Қызылорда облысы бойынша бір ұйымдасқан құрылым бізде жоқтығы бізге жұмысымызға кері әсерін тигізіп жатыр. Себебі осы жылыжайшылар болсын, осы бақ өсіретіндер болсын, бақша өсіретіндер болсын, кез келген жағдайда олар өздерінің жаңағы проблемаларымен өздері бетпе-бет келіп қалады да, кімге жүгінерін білмейді, айналып келген кезде интернетке қарайды. Интернеттегі материалдардың барлығы ол біздің өңір үшін емес, ол басқа мысалға топырағы жақсы өңірлер үшін, немесе басқа климаты мысалға тропиктік, немесе басқа да бір климаты бар жақсы жағдайларға арналған интернеттегі материалдармен пайдаланғысы келеді. Ол бірақ бізге ол жұмыс істемей қалады. Сондықтан көбісі осындай бір қиыншылықтарға тап болады да, даже несін тастап жауып кетіп жатқандар бізде өте көп. Сондықтан бір егер де жолға қою үшін бұған да бір жүйелі түрде келу керек. Біз жаңағыдай бірінші кезекте мамандарды көбейтуіміз керек, мамандарды оқытуымыз керек, оларға сол бір маман, бірнеше маман дайындап, бір маман бірнешені дайындап, сөйтіп бір ауқымын кеңейтуіміз керек. Сол кезде өнім алуға біздің мүмкіншіліктер бар. Жалпы енді көшет отырғызған кезде оның шыбықтың басын кесіп жатады ғой, жалпы бұл дұрыс па осы жөнінде? Енді ол шыбықтың басын кесу деген ол неге шыбықтың басын кеседі? Себебі мысалға көктемде отырғызған кезде шыбықтың басын кесу себебі мынау артық күш, бойдағы жерден, топырақтан алған күш сыртқа кетпесін дейді. Яғни кішкентай кезінде жаңағы бойына таралсын деген немен мақсатпен кесіледі. Ол да негізі дұрыс. Әрі қарай көктемде одан жаңағы меристемный клеткалар әрі қарай өсіп шығады. Ол енді негізгі бірақ мәселе ол жерде. Ол жаңағыдай айтып отырмын, бастапқы кезде бірінші кезектегі мына тамырдың күш алып кету үшін ол міндетті түрде кесілу керек. Жалпы енді көпшілік көшет отырғызған кезде оның түбін толықтай топырақпен жалпы көміп тастап жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Әрине, ол топырақпен көміледі. Әрине, ол өзінің топырағымен, біз енді жаңа айттық қой, өзінің топырағы мысалы біздің жаңағы сор және сортаң топырақтармен қайтадан көмілетін болса, ол тамырдың әрі қарай жұмыс істеуіне көп қиындық әкеледі. Сондықтан мүмкіндік болғанша сол жұмсаға қазылған жаңағы шұқырға, ағаш орылатын шұқырға дайындалған бір сапасы құнарлылығы жоғары топырақпен көмсе, ол тамырға бірден жақсы әсерін тигізеді, яғни көмілу міндетті түрде керек. Жалпы енді аймақ климатына тез бейімделетін ағаш, жеміс түрлерін айта өтсеңіз. Қазір біздің аймағымыз үшін әсіресе мынау бір өзіміздің негізгі біз осы аймаққа бейімделген бірінші кезекте біз қарағашты айта аламыз. Сосын мынау біздің үйеңкі, күленді айта аламыз. Содан кейін мынау ясин дейді. Ясин деген ағаш, сосын соңғы кездері катальпа деген ағаштарда бізде қазір жақсы жерсініп керемет болып келе жатыр. Сонымен қатар біз соңғы кездері мынау тораңғыл ағашын қазір көбейту жұмыстарын жасап жатырмыз. Осы өзіміздің тораңғылдарды, бізде лаборатория жоқ болғандықтан, осы біздің Қызылорда Сырдария өзенінің бойындағы тораңғылдарды Алматы қаласындағы институт жаңағы ботаники и биотехнология растений деген бар. Солған жіберіп, сол жерден жаңағы клеткаларын бөлу арқылы, меристемный клеткасын, апикальный меристемный клетканы бөлу арқылы проверкада өсіреді. Проверкадан жерсіндіріп, қазір біз осы ботаникалық бақта сол сынақтан өткізіп жатырмыз. Олардың барлығы 100% әрі қарай өздерінің несін көктеп кетіп тұр. Ол осындай бағытта қазір жұмыстар жасап жатырмыз. Енді
барлық жеміс ағаштарын біздің Қызылорда неде өсіруімізге болады. Кезіндегі біздің қазір енді көбісі жойылып бара жатыр. Қазіргі мынау Қызылордада кезінде жақсы сары өріктер болған, алмалардың жақсы түрлері, алмұрттың жақсы түрлері. Енді сәл-сәл біз қарайтын болсақ, жылдан жылға біз алға қарай жаңа көбейтудің орнына сәл біз кейіншектеп ұтылып бара жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан қазірдің өзінен бастап осы мәселелерді қолға алуымыз керек деп ойлаймын. Самалбек мырза, сұхбатыңызға рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз, аман сау болыңыз. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Бейсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен Аружан Сарбарбек, амандықта жүздескенше.